Қант және оның пайдасы мен зияны жайлы кеңінен айтатын болам. Каналға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Жылдың соңына дейін 300 мың тіркелушіге жеткізейік. Кез келген үйдің дастархан басында наннан кейін қант тұратыны белгілі. Осы түсінікке біздің үйренгеніміз соншалықты қантсыз дастархан бар дегенге сенгіміз келмей, шайға салғанды жақсы көреміз. Ал тарихын білетініміз күмәнді. Қант ол қант қызылшасы мен қант қамысынан алынатын тағамдық өнім. Ақсары немесе қоңыр түсті тәтті дәмді кристалл қант және шақпақ қант түрінде шығарылады. 100 грамм қанттың энергетикалық құндылығы 410 калорий шамасында. Құрамы жағынан қанттардың көпшілігі көмірсутектің сумен қосылысы. Сондықтан оларды көмірсулар деп те атайды. Қанттың шыққан жері ежелгі Үндістан деп есептеледі. Біздің елімізде қанттың қант қызылшасынан өндірілетінін білеміз. Бірақ қант жасауды дәл 1747 жылдан басталғанын екінің бәрі біле бермейді. Нақ сол жылы немістің Маркграф деген химигі не болар екен деген оймен қызылшадан ақ кристалл зат шығарып дәмін татып көргенде бор қантынан аумайтынын байқайды. Алайда жұрт бұған мүлдем ден қоймай бұл әдіс 50 жылдай елеусіз қала берген. Қант өндірудің өнеркәсіптік технологиясын жасап 1802 жылы Кунер қаласында алғашқы қант зауытын салдырған Маркграфтың дарынды да ескер шәкірті Ахарт болды. Қазіргі уақытта қант қызылшасы мен қант борығы жер шарында әрқайсысы шамамен 7 миллион гектар алқапта өсіріледі. Дегенмен қызылшада қант аз болғандықтан дүние жүзінде қанттың 60% қант борығынан өндіріледі. Шақпақ қантты кім ойлап тапты? Төртбұрышты үлгідегі шақпақ қантын ең бірінші болып чех оқымыстысы Рад Кристоф Яков ойлап тапқан. Ол өзінің ең бірінші 350 түйірден тұратын бір қорап шақпақ қантын әйеліне тарту еткен. Бұл 1841 жылы болатын. Содан кейін бас көтермей жұмыс істеп тәжірибесін жалғастырды. Алғашқы шақпақ қанттар сатылымға 1843 жылы шыға бастады. Радтың саудаға шыққан алғашқы шақпақ қанттары бір қорапта 250 түйір болды, және олар шай қанты деп аталды. Қантты күніне қанша грамм тұтынғанымыз дұрыс? Қанттың тәуліктік физиологиялық нормасы граммды құрайды. Бірақ оны адамның жасына, денсаулығына байланысты дифференциалдау керек. Circulation басылымының жазуы бойынша 2 жас пен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер күніне 6 шай қасық қанттан көп пайдаланбағаны дұрыс. Егер балалардың бір күндік қант мөлшері 25 граммнан асатын болса, жүрек қан тамырлары созылмалы және семіздік секілді ауруларға тез шалдығу көрсеткіші жоғарылайды екен. Сондай-ақ басылым сарапшылары бір күндік қант мөлшерін бір шай қасықпен өлшеп қана қоймай күнделікті тұтынатын сусындары мен тағамдарының құрамындағы тәттінің мөлшеріне де мән беруге кеңес береді. 2 жасқа толмаған сәбилерге қант берудің тіпті қажеті жоқ. Ал 2 жастан кейін де баланың тәттіге айрықша құмар болуына жол бермеу керек екен. Айта кетейік, жақында Ньюкасл университетінің Ұлыбритания ғалымдары жүрек пен қан тамырлары сусамыр мен тіс ауруларынан сақтану үшін күніне 5 шай қасық қанттан артық пайдаланбау туралы ғылыми сараптамалық қорытындысын жариялаған болатын. Қанттың адам ағзасына әсері қандай? Тағам ретінде қолданылатын қант адам организмінің қалыпты тіршілік етуіне бірден-бір қажет химиялық заттар қанттар мен көмірсулар тобына жатады. Көмірсу және май алмасуының бұзылуымен бірге жүретін кейбір ауруларда қантты пайдалануды бірден шектеген жөн. Дене еңбегімен жеткілікті дәрежеде айналыспағанда, әсіресе қарт адамдарға қантты мөлшерден тыс пайдалану жүрек қан тамыр ауруларын туғызады. Қант күрделі және қарапайым болып 2 топқа бөлінеді. Ең кең тараған күрделі қант крахмал нанның, картоптың, жарманың құрамында болады. Көкөністерде, жемістерде және басқа кейбір азық-түліктерде крахмалдан басқа лактоза және сахароза бар. Олардың ішінде ең жиі тарағаны глюкоза және жеміс-жидек қанты. Глюкозаның көп мөлшері жүзім шырынында, ал фруктозаныкі жеміс-жидектер мен балда болады. Қарапайым қант организмге жеңіл сіңеді және бәрінен де көп мөлшерде энергия береді. Сондықтан оларды шұғыл түрде адамның әл-қуатын молайтатын заттар қажет болған кезде пайдаланған жөн. Қамыс қантының пайдалы қасиеттері әлдеқайда көп екен. Қоңыр қант клетчатка микроэлементтер мен жүйке жүйесін реттейтін В дәруменіне бай. Қамыс қантындағы калий ағзадағы артық сұйықтықты шығаруға көмектеседі. Осы қант түрінің құрамындағы кальций сүйектерді берік қылады.
Айта кетсек, қызылша қантында бұл элемент 23 есе аз екен. Қанттағы мырыш жалпы ағзаға пайдалы. Қантты көп жеу қантты диабетке ғана емес, атеросклероз бен жүрек қан тамырлары сырқаттарына әкеліп соқтыра алады. Онша көп күш жұмсамайтын адам тәтті тағамдарды шамадан көбірек жесе, тек қанттан ғана емес, крахмалдан да ағзасында артық заттар жинала бастайды. Артық желінген қант зат алмасуын бұзып, қандағы холестериннің мөлшерін арттырады. Шектегі микробтардың витаминдерді, әсіресе организмге қажет 12 витаминін синтездеу қабілетін төмендетеді. Көптеген зертханаларда жүргізілген бақылауларға қарағанда, адамның қанында қант ұзақ уақыт бойы сақталып, адам ағзасы оны уақытында сіңіруге үлгермейді екен. Осы жағдайлардың бәрін ескерген шетелдік зерттеушілердің барлығы да қантты шамадан тыс жеуге қарсы. Қантты шамадан тыс жеудің адам ағзасына әсері қандай? Қант артық мөлшерде қабылданса, организмге зиян келтіреді. Жүрек тамыр жүйесіне теріс әсер етеді. Май алмасу бұзылады. Диабеттің даму қаупі ұлғаяды. Тістердің бұзылуы, сыздап ауруы мен шіруіне әкеп соғады. Достар, колада шамадан тыс қант көп болуына себепті оны көп ішу адам денсаулығын бұзатынын ескерте кетейін. Дұрыс тамақтанып денсаулықты күту әр адамның міндеті. Келесі видеода көріскенше.